таңғы ас таңертең деп бүгінгі таңғы асымызға блины пісіретін боламыз. Оған 2 жұмыртқа, 2 ас қасық шекер, 1 жарты шай қасық тұзымызды және 1 кружка сүтімізді құямыз да күштілеп араластырамыз, және тура сол ыдыспен 1 шыны ұнымызды елеп салып отыратын боламыз. Әдемілеп түйіршіктерінің бәрі жазылғанша күштілеп араластырамыз. Блендермен де күштілеп араластырып жесеңіздер болады. Және дәл сол өлшеп тұрған ыдыстарыңызбен 1 шыны ыстық су құятын боламыз. Мінекей қайнаған су. Әдемілеп араластырамыз және 2 ас қасық сұйық майымызды қосып араластырамыз. Мінекей дәл осындай сұйықтықта болу керек. Қандай құймақ жасасаңыз да, осы ішіне қосатын ұны мен жаңағы сүт немесе су мөлшерін дұрыс салсаңыз, бәрі ойдағыдай шығатыны сөзсіз. Қатты қызып тұрған табаға осылай қуырып аласыздар. Ішіндегі салмасына ірімшікті, кішкене шекер қосып, қаймақпен араластырып, осылай орап шықтым. Бізге ас болсын, сіз жасаңыз, өте дәмді.